Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне арналады. Құрметті Әлихан Асханұлы, депутаттық сауалға Түркістан облысындағы Сайрам ауданының тұрғындарымен кездесулер барысында көтерілген мәселелер арқау болуда. Өзіңізге белгілі, Сайрам ауданы халық тығыз әрі даму потенциалы жоғары аймақ болып табылады. Тұрғындарының саны 2021 жылғы көрсеткіш бойынша 223.700 адамды құраса, ағымдағы жылдың соңғы мәліметі бойынша 235 мыңға жетті. Осылайша, аудан халқының саны жыл сайын 8-9 мың адамға артып отыр. Яғни, жыл санап бір жаңа ауыл құрылуда десек болады. Өкінішке орай, аудан инфрақұрылымы мен көрсетілетін қызмет түрлері бойынша аумақтық бөліністе бір қалыпсыз және жеткіліксіз дамыған. Инженерлік инфрақұрылымы тұрғындарды ауыз су және электр жарығымен толық қамтамасыз етуге қауқарсыз қарқынды дамытуды талап етеді. Мысалы, Қарабұлақ ауыл округіндегі сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. 59 мың халқы бар ауыл округі тұрғындарының тек 60% ғана ауыз су құбырларымен қолжетімді. Бұл құбырлардың өзі өткен ғасырдың 60-шы жылдары тартылған болып, бүгін таңда тозығы жеткен, тәулік бойы су беруге қауқарсыз. Ауыл халқының 30-35% құдық және өздігімен қазып алған су ұңғымаларын пайдалануға мәжбүр болуда. Тұрғындар арасында ішек ауруларына шалдыққандар бар. Ауыл көшелерінде жағдайы мәз емес. 70%-ға жуығы жөндеуді қажет етеді. Ауыз су жүйелерін тартпай тұрып, жолдарды жөндеу пайдасыз болған себепті соңғы бірнеше жылдан бері ауыл округінің жолдары жөндеу көрмей келеді. Қалыптасқан жағдайды жақсарту бойынша аудан әкімдігі тарапынан жер асты су қорына талдау жүргізіліп, оң қорытынды алынған. Жалпы құны 9,4 миллиард теңгені құрайтын жоба сметалық құжаттары әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өткізілді. Келесі мәселе, Сайрам ауданында халық саны қарқынды өсіміне байланысты жаңа тұрғын үйлер құрылысын жүргізу үшін коммуникация мәселесі шешілмей келеді. Ауданда жер телімі кезегінде 56 мыңнан аса азаматтар тіркелген. Бұл аудандағы әр 4-ші тұрғынның жер кезегінде тұрғанын көрсетеді. Осы мәселені шешу үшін Көлкент ауыл округіне қарасты Оразалиев ауылында 10 гектар және Қосбұлақ ауылында 24,8 гектар жер аумағына инженерлік коммуникация құрылымдарының құрылысын жүргізу жоспарланған. Екі нысан бойынша құны 891 миллион теңгеге жобалық құжаттамалар дайындалды. Сонымен қатар, аудан тұрғындарын тұрақты электр жарығымен қамтамасыз ету мақсатында Ақсукент ауылынан қосалқы электр станциясын салу үшін құны 1,7 миллиард теңгені құрайтын жоба сметалық құжаттары әзірленген. Бұл жобаның жүзеге асуы маңайдағы көршілес ауылдар тұрғындарының да сапалы электр жарығына қол жеткізуіне сеп болар еді. Бүгін таңда жоғарыда аталған мәселелер бойынша барлық тиісті құжаттар рәсімделіп, республикалық бюджеттен қаржыландыру бойынша өтінімдер жолданды. Құрметті Әлихан Асханұлы, қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасын іске асыру барысында жоғарыда тізбектелген нысандардың республикалық бюджеттен қаржыландырылуы бойынша шұғыл шешім қабылдау мәселесін қарастыруыңызды сұраймыз. Сізге депутаттық сауалдың толық нұсқасы жолданады, заңнамаға сәйкес жауап беруді сұраймыз. Құрметпен депутаттар Сатвалдиев, Бектаев, Қадырбек.